жиналған үлкен кіші қатарласып, бас қостық бүгін міне араласып, бұл жерде көрген де бар, көрмеген бар, алайын тағы да бір амандасып. Армысыздар құран бағыштауға асқа жиналған ағайын. Өмір өтпелі, таң атады, күн батады, тіршіліктің талабы, жыртылады күн түзбенің кезек келген парағы. Бір жасқа өстім мен есейдім деп қуанса жас сәби, керісінше тұнжырайды қарияның қабағы. Өмір деген осы достым, шуақты да ақпанды, өмір осы бәрімізге беселеден жаттанды. Жалықпайды сылбыр жүріс, жүре берер тіршілік, күн батады, таң атады, күлім деген күн шығып, нән еменнің бір бұтағы байқаусызда морт сынса, сол орынға шығары хақ, келер жылы бір шыбық, өмір мәңгі айналымда, жүрегі оның тіршілік. Тіршілік бар жерде, өмір бар жерде, міндет түрде қаза бар қадірлі ағайындар. Өзен ағысын тоқтатуға бөгеуге болады, өмір ағысын тоқтатуға бөгеу мүмкін емес. Өз керуен күймесін ілестірген ғұмыр дария, қалаған фендесін фәни дүниеден бақилыққа қашан алып кетемесе де ерікті. Жақсылық пен жамандық қатар қоныс тепкен ғұмырда ажалға ара тұру мүмкін емес. Олай болса, мына жерде тұрған қасиетті кесенесі тұрған Оразай Ишан бабамыз осыдан 134-35 жыл шамасында өмірден озды. Дегенмен де тегінде тектілігі бар. Ұрпақтары о кісіні мәңгі ұмытпайды. Бүгін соның белгісі қазақ елінің жан жағынан ағайындар келіп, құрмет көрсетіп, қошемет көрсетіп, осы құран бағыштау қасиетіне келіп отқандарыңызға Алланың нұры жаусын. Бұл тектілік дейміз ағайындар. Білесіздер, тектілік ол байлықпен, дүниямен келмейді. Тектілік ханмен келетін, қасиетпен келетін, қазағымыздың мықтылығы. Сіздер қанша ағайын жан жақтан жиналып, сол ата-бабаларыңызды қасиетін, құрметін дәріптеп, құрметтеп келіп отқандарыңыз Алла нұр жаусын. Бір сөзбен адам баласын өлімнен алып қалып, бір сөзбен өлімге қиып жіберген ұлылардың ұрпақтарымыз қадірлі ағайындар. Бүгін еске алу, құран бағыштау, еске алу естілердің, қадірлі ұрпақтардың қасиеті ағайындар. Дұрыс түсініңіздер. Алып кетейін, құлақ тұрып отырыңыздар, қасиетін, жақсылығын бізге жұғысты қосын қадірлі ағайындар. Жақсының жақсысын айт, нұрын тассын, өмірден өтсе иман тассын дейді. Біз сол кісілердің жақсы жағдайларын, жақсы тірліктерін ести отырып, тыңдай отырып, өзімізді тәрбиелейміз ағайындар. Біз қанша жасқа келсе де өзіміздің білмейтініміз көп. Сол кісілердің білгенін, сол кісілердің жаңағы дәлекең айтпақшы, мықтылығын, тектілігін, ұлықтылығын, ишандығын өзімізге жаймен жұғыстығысын деп тілейміз қадірлі ағайын. Ассалаумағалейкум, қадірлі жиылған жұрт. Аты жөнім Азиз Батырбеков. Қызылорда қаласындағы Стырмейда деген үлкен мекеме бар. Сол жерде бас директордың орынбасары болып жұмыс істеймін. Аралдан Жаңақорғанға дейінгі бүкіл газет сол жерден шығарылады, арнайы баспаханасы бар. Енді мына жерде Сұлтанәлі ағамыз бүкіл қазаққа белгілі, исі түркіге танымал жазушы ғой. Енді ол кісі үлкейіп қалды, жолымызды жалғар інілерімізді бізге тапсырып жатыр. Енді елдің алдындағы тапсырмасын орындау үшін даусымыз жеткен жерге дейін айқайлауға уәде береміз. Енді Оразай Ишан бабамыздың, Ахмет Ишан бабаларымыздың өмірін, жүріп өткен жолын, тағылымды ісін, барлығын қанша алдындағы кісілер айтып өтті ғой. Енді менің бір айтқым келетіні Ахмет Ишан туралы. Ол кісі қазақтың маңдайына бақ болып біткен Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлын қатты қолдап, соларға шамасы жеткенше қолдау көрсетіп, жабылып қалған қазақ газетін қайта аштыруға, сол қазақ газетін шығару үшін қаржы беріп отыруға мұрындық болған кісі. Бізде осындай аталардың ұрпағы екенімізді мақтан тұтып, сондай бабалардың жүріп өткен жолын, ізін, өнегелі өмірін, ғибратты ғұмырын кейінгі ұрпаққа мирас етуге тиіспіз. Рахмет. Ас қабыл, мұратымыз асыл болсын. Мына кішкентай сол Оразай Ишан бабамыз жақсылық жұғысты болсын деп әр тілек айтқан отырған кісілерге, қойылған кісілерге шапан жауып жатыр әулеті.
Құрметті ағайын, енді ол бөлінгендік емес, әр әулеттің, әр рудың бір президенті болады. Мына жерде Дайрабай Ысқақов ағамыз келуі керек еді. Сол осы әулеттің президенті деп таныстырып жатыр. Ол ағаны бүкіл ел біледі, бірақ мына себептермен, жақсы себептермен келе алмай жатыр. Бірақ мына Жұмабек ағамыз отыр, Әмір ағамыз отыр. Сол кісінің атынан, өздерінің атынан бір-екі ауыз ойларын айтсын, қадірлі ағайын. Құрметті асқа жиналған ағайын туыс, қадірменді қонақтар, бүгінгі Ораза Ишан бабамызға беріліп жатқан ас қабыл болсын. Енді айтып өтті ғой, Дайрабай ағамыз келе алмады, бізге ол сәлем жеткіз деп айтты, сол сәлемді сіздерге жеткізіп жатырмын. Дайрабай ағамыз бүкіл осы облыс бойынша Найман ағайындардың төрағасы сәлем айтып жатыр, ас қабыл болсын деп. Енді қазақ топырағы әрқашанда небір ғұлама, әулие, батыр бабаларға туғызған топырақ қой. Сол әулие кісілеріміздің біреуі Ораза Ишан бабамыз. Ол кісі енді осы тек қана діни біліммен, іліммен, оқумен шектелмей, ұрпақтарын осы үлкен ғалым және медицина, осы тау-кен саласы болсын, сондай білімге тәрбиелеген үлкен ғұлама кісі ғой енді. Ол кісіден тараған үш ұрпақ, Қожа Ахмет, Ахмет Ишан, Жармұхамед Ишан, ол кісілердің де ұрпақтарына Ишан деген дәреже берілген. Өйткені ол кісілер де өте білімді, ілімді болған, осы Ораза Ишан бабамыздан тәрбие алған, білім алған кісілер болған. Ол кісілердің де ұрпақтары мына келіп қатысып отыр. Мына бүгінгі ас қабыл болсын. Енді дейміз, ол кісіден тараған ұрпақтардың ішінде енді Ахмет Ишан жаңа айтып өтіп жатыр. Қожа Ахмет Ишан, Жармұхамед Ишан ұрпақтарын айтып жатыр. Енді сол ұрпақтары өсіп-өніп жетіліп жатыр. Әр жерге уақытысында қуғын сүргін болып, Өзбекстан болсын, Татарстан болсын өтіп кеткен. Енді осы қалған ағайындары осы келіп бүгін зияратқа батыр, ас қабыл болсын. Енді жаңа айтып жатырмыз, осы жиналысымыз, осы ас беру мағынасы, осы болашақ ұрпаққа балдарымызды, ұрпақтарымызды тәрбиелеу, білім беру. Енді ол кісілер Ораза Ишан кезінде айтқан ғой, енді білім алу, оқу керек екен, сөйтіп ұрпақтарын оқытқан. Енді сол ұрпақтары өте немере шөберелері ғалым болған, осы ғылыммен айналысқан, оны болашақ ұрпақта осы айтып жазыла берер. Өйткені жаңа айтылып жатыр ғой, сол Ахмет Ишанның балдары, Жармұхамед Ишанның балдары, Мұстафа деген кісі болған, бәрі сол кісінің ұрпақтары үлкен ғалым болып елге қызмет еткен. Неғыл дейміз енді, мына ағайынға ауызбіршілік, ынтымақ, береке берсін, асымыз қабыл болсын. Өзі жасым ұрпағымызда, қанымызда осы қазақшылықпенен елдіктің, бірліктің бәрін насихаттайтын осы дін жолынан ұрпағымыз бәрімізде мұсылманымыз дегенде өмір болғасын. Мінекей жаңағы азыңыз кім еді? Бекен айналайын біразын бәрін айтып баяндап беріп кетті. Ораза бабамыздың кім болғанын, қалай жұмыс істегенін, қандай жерлерде болғанын. Енді менің де айтатындығы іштеме қалған жоқ. Дегенмен айтып отырайық. Бабамыз Ораза Ишан Бұғыбайұлы бұл жерлерге шамамен 19 ғасырдың 30 жылдарында келген болу керек. Ол кезде Қызылордаға дейтін жерде Қоқан хандығының қарап тұрған кезі Қоқан хандығы енді дасқалар арқылы билеген. Шиелі менен Қызылорда арасындағы Қыпшақ руларының ішінде Мұстафа Шоқайдың атасы Торғай датқа билеп тұрған. Торғай датқа Сарышғанақ деген жерден осы Мардашыстан көрініп тұрмын, Сарышғанақ деген. Кейін ізденберлі болып атанып кетті. Әйтсе бұрын сол кездерде Сарышғанақ болып атанған екен. Сол жерден жер бөліп беріп, өзімен бірге келген 10 шақты ағайынмен егіп тіршілік жасаған. Алғашқы кездерде Қоқан хандығының қызмет жасап, кейіннен сыр бойының үлкен
ауылға ойналып қайраткері Құлболды Ишанмен қол беріп, шәкірт болып, бірыңғай дін жолына бет бұрған. Ал енді алғашында Құлболды Ишаннан кейін Бұхарда оқып, білімін алып, Құлболды Ишан өз қолыменен Ишандық атақ беріп, шатырға елге келіп, бала оқытып, дін жағынан дінге шақырған. Кейінен балаларды, немерелері Бұхарада, Ташкентте деген кейін немерелері Уфадағы Қалия медресесінде оқып, үлкен оқымысты білімдар адамдар болған. Ишан атаның жанына ел жайналып үлкен ауыл болған. Ұлы жүздің Ошақты руынан, Садыр Найманнан тәуке болған. Ардабай төре тәуке деген тәуіктер кіші жүздің болса да руының одан басқа да Қыпшақ руының да кісілері бұл жердің кісінің жолында болған. Армысыздар, құрметті ағайын. Мен тікелей ұрпағы болам, Фархат есім Сұлтанның баласымын. Жарамахмет Ишанның немересімін. Ораза Ишанның шөбересі болам. Ағалар жаңа Бекең біраз тарихты шежірені айтып шықты. Оны қайталамай қойын. Айтатын жаңа сөзді жалғастырып, аға айтқандай. Жарамахмет баласы осы кешеннен салдатқан 1898 жылы 99 жылдары бітірген, 2 сатты Самарқаттан алдыртып, 100 жылқы арқадан алып келіп, 1900 жылы арқаға Есілдің ағайындар шақырғасын сол жаққа барып, Ишан болған, молда болған. Бұл кісілер ағартушы қызмет атқарған негізінен. Оразай атамыз батыр болды деп атқаны Қоқан ханының бегі болған, сарбазы болған, орыс патшаның колониялар қарсысына соғысқан адамдардың бірі. Кейін жеңіліп атқан кезінде Ишандық Құлболды Ишанды кездестіргеннен кейін дін жолында өткен, сол жүрегі шақырған болу керек. Ол дұрыс болған, балдарын оқытқан Бұхара медресесінде. Бір атап өтетін жайт, Ахмет Ишан атамыз көзге түскен тек қана дін жолында емес, емшілік қасиетімен де емдеген, сынық салған және вакцинация жасаған. Сол елде оба ауру індеткен кезінде қызыммен бірге вакцинация жасап, Бибісара деген қызы содан қайтыс болған. Одан Мұхамеджан туады, Мұхамеджан Қаратаев деген өздеріңіз білесіздер, атақты, белгілі жазушы кісі. Ол айтпағым не? Бұхара медресесінде ол кезде тек қана дінді оқытпаған, барлық әлем ғылымды оқытқан, медицина болсын, астрономия болсын, химия болсын. Сондай өркениетті ел болғанбыз. Сол айтпағым. Және де бір айтатын, Қоқан хандығы да кейбіреулер айтады, Өзбек хандығы, Өзбекке қатысы жоқ, Өзбек кейін шықты ғой, хан болып 25 жылдар. Оған дейін оны хандардың бәрі Қыпшақтан болған. Сондай нәрсе. Қазір заманға айтарым, біздің заманымызда өте күрделі заман. Қазір қазақ қаншада көбейіп келатырмыз, көбейе береміз, көбейік. Мен әкем айтатын, Есілде 100 үй туысқан дүние болатын, қыз алыспайтын. Содан 10 үй қалды ашаршылық кезде, қырылып қалды. Соны орнын толтыру керек. Жастарға, ұрпаққа айтатынымыз, балдарды көбейтіндер. Ең маңызды ол сол. Және тілді, ұлтымызды сақтайық. Қазақстанда тұрамыз. Президентіміз айтқандай, қазақ пен қазақ қазақша сөйлесін. Мен қосарым, қазақ емес, қазақстандықтың бәрімен, тіпті негрге батса да қазақша сөйлеу керек. Үйренсін, білсін, бұл біздің жер, біздің ел. Біз атаға дәстүрін, атағырпын, тілімізді сақтауымыз керек. Қазір шұбырланып баратыр, кейбіреулер орысшаланып баратыр. Тоқтату керек оны. Біз аталарымыз, бабаларымыз тарихы өте терең. 10 мың, 15 мың, 20 жылды
әкем айтып отыратын, анау Америкаға кеткен үндістер біздің туысқан деп. Ацтек деген ел бар. Олар ацтек емес, естек. Олардың тікелей ұрпағы башқұрттар. Солардың кеткен осы Алтайдан, осы өңірден кеткен. Оғыз хан 6000 жыл бұрын хан болған екен. Кеше Бауыржан деген жігіт зерттеп жатыр ғой, солар айтып жатыр. 6000 жыл бұрын осы жерден, осы сыр бойында хандық құрып, біразы батысқа қарай кеткен. Айтар сөз көп. Бірақ аман болайық, көп болайық. Ас қабыл болсын. Еліміз аман болсын, халқымыз дамысын, республикамыз, мемлекетіміз дамысын. Әрқашан қуанышта, жақсылықта кездестіруге Алла нәсіп етсін. Әруақ қолдасын. Осымен бітпесін, басымыз қосыла берсін, көбейе берсін. Қуаныш көп болсын, көбейе беріңдер, қазақтар аман болсын. Қадірлі ағайын, мынау енді қазақта тәбәрік дейді, Ораза Ишан бабамыздың қасиетті жұсты болсын деп кішкентай шапан жауып жатыр. Қазір аға, үлгіреміз. Мынау атпен алдырамайтын ортамызға Сұлтанәлі Балғабаев көкеміз. Сауышылардың қазақтың драматургы келіп отыр ағайындар. Қазір аға сөйлейсіз, айтқыңыз келіп тұрмыз, қазір үлгіреміз енді. Құрметті ағайындар, Ораза Ишанды айтып жатсыздар ғой. Ең бірінші мен айтатыным, сол Ораза Ишанның жағдайын менен артық білетін адам жоқ сияқты. Өйткені мен осы жерде туып өскем. Ана жерде біздің қыстауымыз болған. Ораза Ишан Зәуре деген шырақшысы болған. Ана жағында Түйесарай, балықшы, ауыл бәрі осы еді. Сондықтан мен ең алдымен бұны айтпасам болмайды. Мен осы кішкентайдан өскен жерімде бәлен 60 жыл Алматыға кеткенім 60 жыл болды ғой. Содан қайтып келіп жатырмын. Ал енді бас қосу құтты болсын. Ал енді ең басты менің айтайын дегенім, келген мәселем, өзі қазақ өзін өзі қадірлеу керек қой. Ол ұлға бөлініп, ата-атаға бөлініп емес. Ораза Ишан жаңағы бір Ақтас Тінейдің, болмаса Найманның емес, болсы бүкіл қазақтың Ишаны. Енді жасыратыны жоқ. Ол осы соңғы уақытқа дейін бұл онша айтылмай келді, зерттелмей келді. Содан кейін осындай асып береді, Құран оқиды, сонымен қайтып кете береді. Сосын мен енді ағайындар, Амантай деген кісі бар ма Жезқазғаннан келген? Мына Амантай деген кісі, әбекең, мына жерде осы Ораза Ишанның, Ахмет Ишанның шөберелері отыр. Фархат қайда? То есть Шоқан, Рахат, солар келіп жатыр. Сол маған сәлем айтты. Амантай деген кісі Жезқазғанда тұрады. Ойбай, мынау Ахмет Ишанның ескерткіші бұзылып бара жатыр. Осы нашар болып жатыр. Бұлар Қызылордаға тұрады. Бұлар Қызылорданың адамдары қайда? Ана мені айтқан ұқсайды. Сол жазушымын деп жүрмін ғой, неге жазбайды деп. Содан мен сіздің тапсырмаңызды орындап, облыстың әкімі Нәлібаевқа хат жаздым. Осыған қабаттасып келді өзі. Содан ол кәдімгідей үлкен әңгіме қылып көтеріп, бұл мәселе облыстың өзінде талқыланды. Содан оны ауданға жіберді. Мынаның ішінде сол екі жиналысында оған мені қатыстырды. Жаңағы Ахмет Ишан мен Ораза Ишанның кесенесін не істейміз деген әңгімені. Сөйтіп, әдемелеп кәдімгі ресми түрде өтіп, енді міне тағы кейін өзіміздің ағайындар көрсетем, бұл екеуі де жөнделеді. Жаңа бюджет өзінің заңы бар ғой. Ол бірде жүріп бар, жөндеп бірдігінде жөндеп бермейді. Сол жөнделетін болып жатыр. Сосын енді бұған мен қуанып отқаным, бұны насихаттайтын міне Әзиз деген ініміз келіп жатыр. Әзиз. Бұл осы ең Қызылордадағы ең журналистердің мықтысы. Біз сияқты адам болам десең Алматыға қаш деп Алматыға қашып кеткен жоқ. Осында тұрып жатыр, осында жазып жатыр.
соны әдейі міне айтып ойбай жаңа осының алдында Оғасқан деген мына бағаналылардың былтыр мені шақырып ешкім білмей насихаттың жоқтығын ғой Тауасар деген батыр болған екен бағаналыдан шыққан, соны мені жаздыртып бесі қойдыртып көшеге ат беріп шиелде қандай қылып өткізді. Сондықтан біздің мақсатымыз мына астан кейін жақсы Құран оқып қайтып кету емес, осы Ораза Ишанның біріншіден кесенесін жөндету, екінші оның атын насихаттау, жаңағы Тауасар батыр атына жаңағы шиелде көше берді, өзіміз бар қидық. Сондай жұмыстар жасау. Біз сол үшін келіп жатырмыз. Менің жасым келді ғой енді, қайта келемеймін осы күнге. Сондықтан мына келгендеріңіз қабыл болсын. Өте Ораза Ишан шындап келгенде әлі дұрыс насихатталған жоқ. Рахмет, міне облыс анау есігінің алдына мемлекеттің қарауындағы кесене деп жазып қойған. Демек бұл жаңағы Ораза Ишанның ұрпағы болмаса Найман Тінейдікі емес, ол үкіметтікі. Оны жөндейді олар. Оны жөндеу үшін ақылдасу керек, бәрін заңдасу керек. Сондықтан мына бір жақсы жиын болды. Бәріңізге де рахмет айтамын. Осындай біздің дүниеден өткен ата-бабаларымыздың қазақ мықты деп аталады, мықтыларымыз көп. Сол мықтыларымызды насихаттай берейік. Ораза Ишан ең алдымен ол жаңа халықта жаңағы насихаттаған анам, Ыбырай Алтынсарин сияқты. Ол сол ана насихаты жетпегеннен кейін осы Қызылордада бәлен Ишан бар, көбісі насихатталған. Ораза Ишан мен Ахмет Ишан шамал кейінірек қойған. Сол алға басады, түзеледі, ниеттеріңіз қабыл болсын, аумин. Көдей баласы фамилия Мамақов. Сол жақтағы Тінейдің біреуі мен. Жаңа осы көп нелер келді. Бұл жиын өте жақсы жиын. Атабызды есімізге алып келіп Құран оқуымыз бұрыннан тек біз емес, бізге дейін біздің әкелеріміз солай жасаған. 5 жыл сайын осы бірсе Жезқазған, бірсе Қызылорда аталарымыздың басына барып Құран оқитын тұғымыз. Осы соңғы 1-2 жыл шамалы ковид болды, сол 3-4 жыл бізді немізден жалыстырын қап кетті. Мінеке анау-мынау бүкіл ауру кеткеннен кейін тағы да мінеке біз тағы сол әдетімізді, сол тәрбиемізді жүргізбей жатқан жағдайымыз бар. Мынау туыстар, бұл енді өлі риза болмай тірі байымайды деген үлкен кісілердің сөзі бар тұғын. Бұл ауызбіршілікте біз соған келеді. Біздің бәріміздің де жиналып келетініміз сол ауызбіршілігіміз мықты болсын ағайын. Осы жұмысымызды алға баса берейік. Мынау Жезқазғанда Файзулла ағамыз марқұм тірі болғанда атын алып берген мешіттің. Сол енді Жезқазғанда Қазақмыс деген мекеме бар. Сол мекеменің 80% тінейлер. Сол әкімге барып үлкен мешіттегі Алматыдағы дербесеге барып үйтіп Жезқазғандағы мешітіміз Ахмет Ишан деген атында. Сол енді бәрді Файзулла ағамыз біраз жұмыстарды бастап, өнегесін, тәрбиесін беріп, соны және жалғастыратындай ойымызда көп жұмыстар бар. Мінеке бүгін еркін бауырым бәрін ағаларым бар. Осы Жезқазғанға хабар келгеннен кейін мінеке туыстарымызбен біз де келіп жатырмыз. Құран қол жаяйық деп. Бұл жаңағы айтып отырғанымызда жаңа қасымда отырған қарындасым әкімшіліктен екен. Мен бұл кісіден мынандай әкіміне бір сәлемдеме айтқым келіп отыр. Сұраныс жасағым келіп отыр. Осы атамыздың атынан, осы жерді атамыздың атынан берсе деп. Ал қағаз Жезқазғанның облысынан болсын, совет ветеранаттан болсын, Жезқазғанда үлкен мекеме болғасын айтам, совет Қазақмыздың. Оның бәрінен қағаз біз сұрас береміз. Сондықтан ойластырып, мына жер демей, осы жердің бір атын берсеңіздер. Сұраныс сондай біздің. Енді жаңа ойлаған біз тағы хат өздеріңізбен келісейік, қандай хат керек, қандай сұраныс болады, оның бәрін ұйымдастырамыз. Одан соң енді біздің бұл үлкен екі ақсақалдың
ру кім деп айтсаңыздар Тіней. Тіней атамызды да екі ортада ойымыз бар. Ағаларымыз, Қызылордадағы ағаларыммен, еркіммен күні кеше барып бір жерді көріп келдік. Қай жерден бір атамыздың басына бір памятник қоятын ойымыз бар. Белгіні қоятын ойымыз бар. Оған да Алла қаласа ертең осы өздеріңізбен балаларменен ақылдасып сол қойымыз керек сияқты. Себебі бұл енді ертең балалар, немерелер келіп жатыр. Кім Тіней деген кезде міне Тіней. Бұрынғы кезде біздің әкелеріміз бұны неге жасамаған деп айтсақ, ол кезде фамилиясын айтуға қорқатын тұғын. Кімсің? Анау Ахмет Ишан, Оразай Ишан деп айтуға сәпсем мүмкіндік жоқ тұғын партияның уақытында. Енді ғана басымызды көтеріп, аталарымыз деп атқан жағдайға келіп, енді осындай жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді көп жаңа регламент беріп қойған уақытты, артықтау айтып қойсам, айып етпеңіздер. Енді Жезқанды енді еркіндер, ағаларым айтар, сіздерге біздің Жезқанның атынан көптен көп рахмет. Осылай ауызбіршілік бірлігімізді бірліп келіп, бәрі жиналып атқанымызға көптен көп рахмет сіздерге. Рахмет аға жатыр, оны Айнұрға тапсырамыз. Аға айтып отыр, жаңағы тапсырмаң деп ұсыныс қой біздік аға. Енді бұл аталарым ана Ұлытаудың ар жағындағы оқытқан жері, оның бәрі де үкіметтің қарауында. Біз оған барып қолымыз үшін тигіз алмаймыз. Бірінші осы облыста болғаннан кейін жаңағы көп рахмет, ауданда болғаннан кейін қараймыз, көреміз деп жатқан соның өзіне көп рахмет. Айтып жатырмыз. Қадірлі арпа ішінде бір бидай дейді. Айнұрымыз ару болса да сол аудан, Шиел ауданның әкімшілігі атан мәдениет бөлімінен келіп жатыр. Бір ауыз ойын тыңдайық. Қадірлі қалайық. Саламатсыздар ма? Мен Шиел аудан мәдениет тілдер дамыту бөлімінің ескерткіштер жөнінің маманымын. Есімім Айнұр болады. Жалпы Оразай Ишан бабамыз туралы жаңа көп мағлұмат айтып жатыр ғой. Енді мен айтайын дегенім, жалпы Оразай Ишан кесенесі 2008-2011 жылдар аралығында зерттеу жұмыстары жүргізіліп, мәдени мұра бағдарламасы аясында кесене мемлекет қорғауына алынды. Қазіргі таңда кесене жергілікті маңызы бар ескерткіштердің қатарында. Жалпы Шиел ауданы бойынша 41 тарихи мәдени мұра объектілері бар. Оның 3-і республикалық маңызы бар ескерткіштер. 33-і осы жергілікті маңызы бар ескерткіштер. Оның ішінде осы Оразай Ишан бабамыздың кесенесі кірген. Жалпы қазіргі таңда жаңағы қорғау тақтасы орнатылған, қорғау аймағы белгіленген ескерткішке. Алдағы уақытта енді заңдылықтар аясында жұмыс жасалады аға. Былтырғы жылы 2024-те өзіміздің Астана мен Оқшата кесенесіне жөндеу жұмыстары жүргізілді. Біздің жергілікті аудан әкімдігі тарапынан, одан қала берді Ғайбата мен Қышата кесенелеріне жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы уақытта біз жаймен деп ұсыныс беріп осы кесенелерді аралап, ескерткіштерді аралап, қай жері дұрыс емес, қай жері бүлініп жатқан болса, оған ақаулық актісін жасап, мен ұсыныс беріп жатырмын. Құдай қаласа алдағы уақытта ұсыныстарыңызды қабыл аламын. Алдағы уақытта жұмыстар жасалатын болады. Енді оқытылып жатқан астарыңыз, жаңа беріліп жатқан ас, одан бері оқытылып жатқан Құран қабыл болсын деймін. Бір телешке шығарып саламаймыз. Қызмет жасап жатқан адамдар бар, азаматтар бар. Соларға рахметтеріңізді, ойларыңызды білдірсеңіздер. Мына жерде Шолпан ханым дайысы бар, кішкентай бір өзіміздің құрметті беретіндеріміз бар. Сол реттеп жіберсеңіздер, әрмен қарай жақсылықты жалғастырамыз. Рахмет. Қадірменді ағайын, бүгінгі мына ас ата бабамызға беріп жатқан қабыл болсын. Қызылорда облысы 300-дің басын қосып, 46 тайпаның, 346 руының сүттей үйтіп, осы қазақтың қара шаңырағының бірі еліміздегі. Және де Қызылорда мынау
бабамыз Қорқыт ата мен Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың қолтығында жатқан 550-ден астам әулие және ишан бабаларымыз жатыр. Сол бабаларымыздың бірі мынау Ахмет Ишан бабамыз бен Ораза Ишан бабамыз. Бұл кісілердің өмірі, бұл кісілердің тіршілігі, бұл кісілердің елге деген, халқына деген бауырмашылығы, ынтымақтастығы, білгірлігі, білімділігі, келешек ұрпаққа тарих, келешек ұрпаққа білім, келешек ұрпаққа өнеге өсиет деп есептейміз. Мынау бізде Найман әулетінің Ақтаздың 6 баласының ішіндегі Дүней әулетінен шыққан осы бабаларымыздың мынау бүгінгі іс-шарасын істеп атқан, бүкіл ел болып халықты жинап атқан, бұның өзі біздің ауызбіршілігіміздің, біздің ынтымақтастығымыздың, біздің бірлігіміздің, біздің адамгершілік қасиетіміздің, біздің өмірге деген өнегелі білімімізді ары қарай жалғастырады деген нәтижесі осындай. Сондықтан да бүгінгі ас Алла тағала қабыл етсін. Мына жан жақтан келген, Тараздан, Шымкенттен, Қызылордадан, Жезқазған, Семейден, Ташкенттен келген ағайындарға, Алматыдан келген ағайындарға осы астыға қатысып отқан Алла ризашылығын берсін деп тілеймін. Сондықтан да осы нені ұйымдастырған Еркін бауырымыз бастаған, қалған Жандос бауырын бастаған, қалған жандарымыз, қалған боталарымыз, мына қызмет істеп атқан осындағы келіндер, қыздарымыз, ағайын, сіздерге мыңда бір рахмет. Сіздерге басымызды иеміз. Әруақтары риза болсын әрқашанда. Сіздердің үйлеріңізде тек қана қуаныш болсын айналайындар. Сондықтан мынау әр күн атқан таңдарыңыз, күліп атсын таңдарыңыз, әрқашанда. Алла тағала жар болсын. Мына беріп атқан ас не болсын, қабыл болсын. Үшіншіден мынау мен айтайын дегем, мынау мәдениет бөлімінің келіп отырған айналайын. Әкімдікке осы нені жаңаға ұсыныстардың бәрін өткізеді деп, мына Майлытоғай ауылын Ораза Ишан өзі туған жерін Ораза Ишан бабамыздың атына берсек деген ұсыныс. Осыны қолдаса халық, ел көп, бәрі қолдаса осы алға басады деп ойлаймыз. Өйткені ол кісінің жаңа естіп жатсыз, мемлекет, қоғам қайраткері деңгейдегі, әлемдегі белгілі бүкіл осы өнегелі өсиетті не осы бойынша мен тағы да бір айтып кетейін. 70-ші жылдардың кезінде Ораза Ишан мен Ахмет Ишанға Москвадан академик Розник деген келіп, осы кісі қандай кісі екен, Ораза Ишан қандай кісі екен, Ахмет Ишан қандай кісі екен деп, самолетпен, андывамен келіп, нараға қонамады. Ахмет Ишан бабамыздың басына қонды. Өйткені ол кісі операция жасаған. Мен күміс пышақпен. Қандай адам екен? Сонда Москвадан жаңағы академик медицина ғылымының докторы, профессор Розник деген еврей. Сол келіп кеткен. Просто сіздерге айтайын деп атқаным ғой. Қандай, ол кезде қандай сол кісіні құрметтеген. Өйткені ол кісінің жаңағы емдік қасиетінің бар екенін білгісіп, соны бүкіл неге союзға келтірген ғой. Сондықтан осындай айналайындар, енді жүрегіме жақын бауырларым, күліп атсын таңдарың, аман есен жүріңдерші, панасы мен Алланың әруақтың арасында айналайын. Рахмет. Құрмет көрсетіп, сыйлап келіп жатқандарыңызға Алла сыйласын, рахмет дейміз. Аман болайық, деніміз сау болсын, ауызбіршілігіміз мол болсын. Көргеніміздің бәрі жақсылық, қуаныш болсын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Өз-өзіңді жаттай сыйла, жат бойыңнан көңіл сүңбеген.
сәлем бердім халқыма. Мына бабамның басына келіп, қол жайып, аруақтарымызға тие берсін деп, ұрпағымызға жалғасын таба берсін деп, ұрпағыңмен мың жаса деген мына бабамыздың арқасында мына қаншама халық жиналып жатыр. Осы жиынның жиналуына себепкер болған, осы жерде қызмет істеген, мына жол салған, осы тіршілікті өткізем деген мына Батыр баба ұрпағының жастары. Менің үйде қожайыным ауырып қалғанымен, бірақ үйден хабарын айтып отырды. Ең үлкеніміз мына ағамыздың арқасында ақылын айтып, қайнағаларымыз бар қанша, осы тіршілікті жүргізіп жатыр. Мына қайынларым қанша, мына жерден келіп жатыр. Қазақпыз бір туған, әрбір қазақ жалғызым деген, бөлінбей қазағым. Айналып қана кетейін, мына қайынларымның арқасында ауырып тұрдың, аунап тұрдың деп, қожайынымыз екеуміз келе алмай, бірақ осы бабамның ұрпақтары қаншама тіршілік істегеніне бүгін риза болып жатырмын. Алыстан келген ағайын туыс бауырларға, барлықтарыңызға құда жекжатым бар, туған туысқаным бар, бүкіл халқым бар, барлығыңа бабамның атынан сәлем бердім. Сәлем бердім. Енді мына жерде әрі әкеміз болған, әрі ағамыз, қазіргі ақылшымыз, осы кісіге бір шапанымыз бар еді жабатын. Сол үйдегі жеңшемеде бір шапанымыз бар. Осы жердегі ақылшымыз әжеңде бар. Одан кейін осы тіршіліктің басында жүрген Ерекең, Ералы қайным бар. Ералы қайным, Мырзағали қайным, айта берейінші. Аттарын атап кетейін. Бәрі осы Батыр баба ұрпағының балдары, тіршілік істеп жатқан. Ғалым қайным бар, Жандос қайным, Сабыр, Болат, Мұратбек, Нұрсұлтан күйеу балам да жүр осы жерде. Мына Айдарбек, Қиянбек, Ертан, Нұрбол деген күйеу балдар да, басқалар да бәрі тіршілік істеп атқарған. Соларға мына ұрпағыңмен мың жаса деп бекер айтпаған екен. Мына істеп атқан тіршіліктің бәріне рахметімді айтқым келеді қайынларыма. Сосын мына алыстан келген қонақтарым бар еді. Қырдан сырға келген бір делегацияны көтеріп келіп отқан қайным Амантай қайныма мынау Шыңғыс ағаңның семьясынан арнайылап шапан шаттығымыз бар. Орамал том болмайды, жол болады деген. Орамал том болмайды, жол болады. Мына жерде Алматыдан келген президент қайным бар. Фархат қайным. Осы жерде мына басым бастап бүкіл қайынларымды жұмсап, өзі басшы болып, қосшы болып жүрген екі қайным бар. Еркін қайным. Ал орамал том болмайды, жол болады. Азаннан, таң атқаннан, күн батқанға шейін үйге келіп шәкеңе осы балдар не істеп, не қойып атқан, айтып атқан, мына ізім басып келе жатқан Мұратхан қайным бар. Мұратхан қайным бар. Осы мына ағаларына аттарын атап өттім ғой. Бізде қыздар бар. Осы бабаның
атын жоғалтпаған, басқа елдің келіндері болып атқан, Алматыда Дана деген қызым, Мақпал деген қызым, мына жерде Алтын деген қызым, Ағманат, Ардақ, Гаухар деген қыздарымның атынан сый сияпат. Осыны азда болса көптей көріп қабыл алыңыздар. Ал ұрпағымызбен мың жасайық, ағайын туысқан бауырлар, барлықтарыңызға шын көңілден рахмет. Менің де беретін сияпатым бар, Шымкенттен келген бауырларым бар, қарындастарым бар, күйеу балам Болат, жаңа қарындасымды ертіп мында шығыңыз, Әлімқұл жаңындағаны бауырмен бермен келіп кет, ас берушілердің атынан шапан, сосын өз атынан беретінім бар, сосын сабырмен інім сол үйде келім айрадан берген азғантай сияпатым бар, келе қалыңыздар.